2020 жылы 1 қыркүйекте президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жолдауының 7-ші экология және биологиялық әркелкілікті қорғау бөліміндегі өскелең ұрпаққа экологиялық тәрбие беру мақсатында мектеп үйірмелерінің экология тақырыбы бойынша мектебімізде жүргізілген шаралар, атап айтсақ, Сілгел бағдарламасы аясында мектебімізде жусанды оранжерея бой көтерді. Оранжереяны ашудағы басты мақсатымыз оқушылардың экологиялық сауаттылығын арттыру, мектебіміздің көркем-эстетикалық көрінісін бейнелеу, оқушыларды табиғатқа жақын тарту болып табылады. Бұл жасанды оранжереяда оқушылар Қазақстанда өспейтін экзотикалық және тропикалық өсімдіктермен, атап айтатын болсақ, Диффенбахия, монистера, папоротник, шпаруцветник, фикус бенджаминея өсімдіктермен таныса алады. Мектептерде табиғатты қорғауға арналған әртүрлі іс-шаралар өтеді. Оған мысал мынау экобус. Байқап тұрғандарыңыздай мына экобустарымыз қағаздан жасалған қоқыстарды жасасақ, ал мұнда бөтелкеден жасалған қоқыстар түседі. Экобусты ашудағы басты мақсатымыз оқушыларға өмірде бар қоқыстарды қайта өңдеуге болатыны жайлығы және оларды дұрыс жақсы пайдалануды үйрету болып табылады. Назарларыңызда мектебіміздің эко-мұражайы. Мұражайдың басты құндылығы оқушылардың еңбегінің жемісі. Атқарылған іс-шаралардың барлығы өз нәтижесін беруінің арқасында оқушылардың өз қолынан жасаған бұйымдарын жинақтадық. Жануарлар әлемі бөлімінде жануар сүйектерінен және терісінен оқушылардың өз қолымен жасаған бұйымдарын тамашалайсыздар. Теңіз жауқары ракушкадан коллекция, гипстен қойылып жасалған қоқиғаз, жануар сүйек асықтан жасалған домбыра, ракушкадан жасалған пырақ және ханшайым, қоржын, иірілген жүннен тоқылған үй бұйымы. Өсімдіктер әлемі бөлімінде кендір жіптен жасалған қуыршақ пен қоян, кендір талшықтарынан жасалған мата, арқан, жіп өндіретін жабайы шөптесін өсімдік, кендір жіптен жасалған диірмен, ағаштан ойылып жасалған ұлттық табақтар, шырша жаңғағынан жасалған себеттер, ағаштан жасалған үйлер сіздердің назарларыңызда. Мектебіміз экологиялық жобалардан да белсенді. Мәселен, көгалдандыру мақсатында жасалған Ораз Нұрханның жобасы және де Қарсыбеков Арсеннің топырақтың қабаттарын зерттеу жұмыстары. Сонымен қатар геоэкология және қоршаған орта бағдарламасы, туған жердің табиғатын аялауға арналған биотехнологиялық бағдарламасы. Геоэкология курсы экологиялық және табиғатты қорғау заңдарын жетілдіруге бағытталған. Шу қаласында экологиялық ахуал алаңдатарлық. Флора мен фаунаның ластануы қазіргі таңда өзекті мәселелердің бірі. Экологиялық проблемаларды шешу жолында іс-шаралар жасалып жатыр. Солардың бірі ұжымдасқан эко-волонтерлық жұмыс. Бірге көз жүгіртейік. Табиғатты ластамау біздің басты борышымыз. Сондықтан да жұмыла көтерген жүк жеңілдемекші, табиғатты қорғауға бәріміз атсалысайық. Тал отырғыз көгалдандыр еліңді, үлес қосып нәр берсейші жеріңе, мал қалғанша тал қалсыншы деген ғой, соны түсін аманат бұл атады. Оқушылар көркейту көгалдандыру жұмыстарынан да қалыс емес. Ұстаздарымыз да өз қолдауларын білдіріп, оқушыларға үлгі көрсетіп жүр. Мектеп директорының бастауымен мектебіміздің ауласында шыршалардың сан алуан түрі өсіп тұр. Атам тіршілігім, ырысым, сенсіз менің тарылады тынысым. Биік-биік тауларына қарасам, алшаң басып түзеледі жүрсім. Бүгінгі таза табиғат акциясын қолдай отырып, әр отбасыдан бір ағаштан екізіп, Шу қаласындағы мектептерге шеленсізді. Адамзаттың табиғатсыз күні жоқ, табиғаттың мұнайтуға тілі жоқ.